Сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Ертеректе ақшаш даналықтың, ақылдылықтың белгісі деп саналып, адамдарға ақшаш қартайған шағында пайда болатын. Ал бүгінгі таңда ақшаш жас адамдарда да пайда бола бастады. Ағарған шаштың алдын алуға болады. Ол үшін ақшаштың пайда болу себептерін білу керек. Ең алғашқы жиі кездесетін себеп, адамдар 40 жастан асқан соң шашына ақ түсе бастайды. Әр адамның қартаю жасы әрқалай. Ақ шаштың пайда болуының басқа бір себептері дәрумендердің жетіспеушілігі, әсіресе B12 дәрумені. Күйзеліс, уайым, депрессия, қалқанша бездің ауруы, шылым шегу, тұқым қуалаушылық, осының барлығы ақ шаштың ерте шығуына себеп болады. Ақ шаштан арылудың кең таралған нәтижелі әдістерін ұсынамын. Бір ас қасық кептірілген қалампырды және 3 дана лавр жапырағын үстінен 200 мл су құйып 5 минут қайнатамыз. Содан соң сүзіп суытып аламыз. Суытып алған соң бір ас қасық ұнтақталған кофені салып жақсылап араластырамыз. Осы тұнбаны бас терісіне және шашқа жағу керек. 1 сағат ұстап, артынша сусабынмен жуып тастау керек. Келесі ұсынатын әдіс, бір қалташа шайды ашып ыдысқа саламыз. Содан соң 4 дана лавр жапырағын қосып, 200 мл су құйып, орташа отта 10 минут қайнатып, артынша сүзіп суытып қоямыз. Суыған соң 1 ас қасық кокос майын қосып араластырамыз. Бас терісіне және шашқа жағып 2 сағат ұстау керек. Содан соң сусабынның көмегімен жуып тастау керек. Осы жасалған тұнбаларды шашыратып себетін спрейдің қалған бөтелкесіне құйып қолдансаңыз ыңғайлы болады. Осы тұнбалар химиялық шаш бояғыштардан қарағанда анағұрлым пайдалы, дәруменге бай. Достар, менің қызықты әрі пайдалы жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де осы видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып кетуін сұраймын.